Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағынан қоршаған орта деген бөлімді өтеміз. Олай болса, оқулықтарымызды ашайық. 46-47-ші, 70-71-ші бет бізде. Жақсы, олай болса, қоршаған ортада біздер етістік тақырыбымен танысамыз. Бұл бөлімде біз нені білуіміз керек, нені үйренуіміз керек? Кәне оқушылар оқулыққа қарап жіберейік. Етістікті ажыратуды үйренеміз, дара және күрделі етістіктерді ажыратамыз, анықтаймыз, ізденеміз, нұсқаулық жазамыз және оқиға бойынша мәтін құрастыруға үйренеміз. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыз етістік. Олай болса, оқушылар бірінші тапсырмаға қарайықшы, суреттерге қарайық. Бірінші тапсырмада суретте не байқап отырсыңдар, кімдерді байқап отырсыңдар? Олар не істеп жатыр? Сол туралы әңгімелеп жіберіңіздер. Бірінші сурет бойынша балалар ағаш егіп жатыр, ал мына жерде оқушылар құстарға ұя жасап, оны ағашқа іліп жатыр екен. Мына жерде Асан жылқыны суарып жатыр. Дұрыс айтасыңдар. Бұның барлығы қай мезгіл деп ойлайсыңдар? Көктем мезгілі екен қайдан біліп отырсыңдар оқушылар? Неден байқадыңдар? Қандай белгілері бар? Яғни ағаш егу, құстарға ұя жасау, осының барлығы да көктем мезгілінің іс-әрекеттеріне жатады. Жақсы, енді оқушылар, мынандай тапсырма бар екен бізде. Балалар не істеді? Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді ата дейді. Балалар не істеді деген сұраққа жауап беретіндей қимыл атауларын білдіретін сөздерді атайық. Бірінші суретте оқушылар не істеді? Екті, оқушылар ағаш екті, немесе екті деген сөз қимыл атауын білдіріп тұр. Келесі екінші суретте балалар не істеді? Балалар ұя жасады, немесе ұяны ілді, жасады деген сөздер қимыл іс-әрекетті білдіріп тұр. Келесі, Асан не істеді? Асан жылқыны суарды. Бұл жерде іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз қайсы? Суарды. Дұрыс айтасыңдар. Бұлардың барлығы қандай сұраққа жауап береді? Іс-әрекетті білдіріп тұрса. Мысалы, екті, ілді, суарды. Қандай сұраққа жауап береді? Не істеді, не қылды, қайтты. Бұл қай сөз табы? Дұрыс айтасыңдар, етістік. Олай болса, балалар, өзімізге ұнаған бір сөйлемді жазайық, осы суретке байланысты. Дәптерімізді ашайық, кәнекей. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. Бүгін нешесі оқушылар? 6 сәуір. Тақырыбы етістік. Жас болсақ, дәптермен жұмыс. Бірінші жаттығу дейміз. Бірінші жаттығу. Жас болсақ, мына сөйлемді жазып алайық. Марат жылқыны суарды. Марат жылқыны суарды. Азат жолдан бастаймыз оқушылар. Жас болсақ, осы сөйлемнің ішіндегі не істеді, не қылды, қайтты сұрағына жауап беретін сөзді тауып алайық. Қане, қайсы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, суарды. Олай болса, сол сөздің астын сызайық оқушылар. Сол сөздің астын сызайық. Суарды. Суарды деген сөздің астын неше сызықпен сызамыз? 2 сызықпен сызамыз. Мен де сызып көрейін. Сызылса, мінеки 1 және тағы бір рет сызамыз. Және үстіне сұрағын қоямыз. Яғни, бұл қандай сөз тағы? Етістік. Етістік қандай сұраққа жауап береді? Суарды. Не істеді? Солай ма? Жазайық үстіне. Не істеді?
әріппен жазамыз, сұрақ қоюды ұмытпаймыз, себебі бұл біздің сұрағымыз қойып отырған. Неге мен жаздым? Жарайсыңдар, оқушылар. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмада бізде қандай тапсырма берілген? Қанекей қарайықшы, оқушылар. Екінші тапсырма қараймыз. Оқы дейді, сөйлемдерді қатесін түзетіп жаз дейді. Оқиық. Бие мөңірейді, түйе мияулайды, қой үреді, сиыр қытқыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Осылай ма, оқушылар? Дұрыс па жазылғаны? Дұрыс емес. Біз олай болса, оны дұрыс жазуға тиіспіз. Біз олай болса, екінші жаттығу деп жазайық. Ары қарай осы тапсырманы дұрыстап орындайық, оқушылар. Қалай болады? Бие мөңірейді. Бие мөңірейді ме? Жоқ. Бие не істейді? Қараймыз. Кісінейді. Түйе боздайды. Қой маңырайды. Сиыр мөңірейді. Ешкі бақырады. Ит үреді. Тауық қытқыттайды. Мысық мяулайды. Жарайсыңдар, оқушылар, дәл осылай етіп сөйлемдерді қатесіз жазып шығайық. Жарайсыңдар, оқушылар, сөйлемді жазып болсақ, қызылмен жазылып тұрған сөздерге мән берейікші. Кісінейді, боздайды, маңырайды, мөңірейді, бақырады, үреді, қытқыттайды, мияулайды. Бұлар қандай сұраққа жауап береді? Не істейді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді, иә? Бұларды қандай сөз табы дейміз? Етістік. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, мына ережеге қарайық. Етістік дегеніміз не? Етістік заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды сұрақтары қойылады. Етістік екі сызықпен сызылады. Яғни етістіктің астын екі сызықпен сызады екенбіз. Олай болса, үшінші тапсырмаға қарайық, оқушылар. Үшінші тапсырмада бізде не берілген екен? Қанекей қарайық. Үшінші тапсырмада оқы дейді. Мәтінге ат қой. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майы мен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Сонымен мәтін не туралы? Қайың туралы. Ал ат қояйық. Қайың және тағы да қандай? Пайдалы ағаш, иә? Жарайсыңдар, оқушылар, әртүрлі ат қоюға болады екен. Енді мәтіннен етістіктерді табайық. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қалай ойлайсыңдар, қайсы? Жарайсыңдар, өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздар жасалады. Жасалады. Оның майы мен былғары өңделеді. Өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Өткізбейді. Жарайсыңдар, олай болса, осы етістіксіз айтып көрейікші осы сөздерді. Қайың тегіс және таулы жерлерде, қайыңнан түрлі үй жиһаздары, оның майы мен былғары, ол улы газдарды, яғни түсінікті ме? Түсініксіз болды, иә? Неліктен? Сонда етістік керек пе бізге? Керек екен. Ол нені білдіріп тұр? Іс-әрекетті, қимылды білдіріп тұр. Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Іс-әрекетсіз, қимылсыз біздер сол сөздерді айта алмайды екенбіз, сөйлемді толық мағынасын аша алмайды екенбіз. Сондықтан бізге етістік керек екен. Балалар,
Былғары сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап аласыңдар. Біздің түсіндірме сөздігіміз қазақ тіл оқулығымыздың соңғы бетінде. Жарайсыңдар. Ары қарай енді бізде мынандай тапсырма бар екен. Осы мәтін, балалар, осы мәтін қай мәтіннің түріне жатады? Қалай ойлайсыңдар? Мәтіннің неше түрі бар, оқушылар? Мәтіннің неше түрі бар? Мәтіннің 3 түрі бар. Қарайық, кәнеки. Мәтіннің қандай түрлері бар? Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Иә, осы мәтіннің ішінде қайсысына жатады деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Әңгімелеу мәтіні не істедіге ме, жоқ сипаттау мәтіні ме, пайымдау мәтіні ме? Яғни бізге бұл жерде пайымдау мәтініне де ұқсайды, себебі оқушылар бізге қайың ағашы неліктен ол пайдалы, аса пайдалы екенін көрсетіп тұр, иә? Біз одан не жасайтынымызды көрсетіп тұр, неліктен деген сұраққа жауап береді екен. Жақсы, олай болса оқушылар, келесі тапсырмамызға өтейік. Келесі тапсырма бізде 4-ші, мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті қойып оқы. Бұл ауызша. Көктем не істеді? Қайтты немесе келді. Жер не істеді? Көгерді. Күн қайтты? Шықты. Найзағай не істеді? Ойнады немесе басылды. Құстар жылы жақтан не істеді? Ұшып келді. Яғни бұл қандай не туралы жазылған? Көктем туралы жазылған. Дұрыс айтасыңдар. Көктемде болатын құбылыстар туралы жазылған. Бұл мәтіннің қай түріне жатады, оқушылар? Әңгімелеу мәтініне жатады. Себебі бұл не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Байқап отырсыңдар, не істеді, қайтты, не қылды деген сұраққа жауап беріп тұр. Жақсы, оқушылар. Олай болса, оқушылар, бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Ол үшін үйге мен сендерге мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Үй жұмысы алдымен мынандай тапсырманы естеріңе сақтап алыңдар. Және қазір мен сендерге сабақ сендерге ұнады ма? Ұнаса, синклин әдісі, яғни өлең құрастырамыз, көктем деген тақырыпта өлең құрастырамыз. Біздер өлең құрастырып жүредік қой, оқушылар, соған байланысты өлең құрастырамыз. Бірінші зат есім бір сөзден құралады, яғни көктем деп жазасыңдар. Екінші сын есім 2 сөзден құралады. Мысалы, сын есім көктем қандай деген сұраққа жауап беру керек. Әдемі, жарқын, мысалы, көктем. Етістік не істеді? Көктем не істеді, мысалы? Құлпырады, көгереді. 4-ші сөйлем құрайсыңдар. 4 сөзден құралған. Көктем мезгілі келіп жетті деген сияқты 4 сөзден құралу керек. 5-ші көктем мезгіліне синоним. Жыл мезгілі, мысалы, 1 сөзден бола ма, 2 сөзден бола ма, оны енді өздеріңіздің есіне мезгіл деп жазсаңыздар да болады, Жақсы. Олай болса, үй жұмысы, үйге 73-ші беттегі 5-ші жаттығуды аламыз және ережені жаттаймыз. Олай болса, оқушылар, сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.